Улық мереке республика күнінде Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен белгілі ғалымдар, мәдениет және әдебиет қайраткерлері мемлекеттік наградалармен марапатталды. Олардың қатарында белгілі журналист, Қазақстан Республикасының ақпарат саласының үздігі, Стандарт.kz порталының журналисі Кенже Жұманұлы да бар. Кенже қандай құрметке де лайық бейнетқор, алғыр азамат. Өз ісінің кәсіби шебері, нағыз майталманы екенін ел жақсы біледі. Журналистикаға өзіндік қолтаңбасымен дара үнімен келген әріптесімізге құрмет орденін мемлекет басшысының құттықтауын жеткізген Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат вице-министрі Арман Жүдебаев табыс етті. Мен өте қуаныштымын. Мемлекеттік марапатқа ие болып отырмын. Президенттің жарлығымен құрмет орденінің иегері атандым. Атауы да қандай жақсы, құрмет орден деген. Әрдайым еңбегінің еленіп, құрметке бөленіп жүргенге не жетсін. Жалпы мен осы қазақ телевизия, радио саласында, бұқаралық ақпарат құралдары саласында жұмыс істеп келе жатқанына 30 жылдан асты. Осынша жыл атқарған еңбегімнің жемісі деп түсінемін, және менің еңбегімді бағалағанына өте қуаныштымын. Бір шетінен бұл құрмет ордені маған жауапкершілікті, үлкен міндеттерді жүктейді. Осы міндетті абыроймен атқаруға тырысамын. Қазақ телевизиясы мен радиосының ардагері Кенже Жұманұлына алдағы уақытта да биік белестерді бағындыруына тілектеспіз.